Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге аспаз келін. Бүгін осындай керемет ажурный блинчик дайындайтын боламыз. Айраннан дайындаймыз. Менде кәдімгі ашып кеткен айран. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәл осы рецептпен. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де көп рецепттер болады. Ол үшін төмендегі подписацияны басып, және қоңырауша белгісін басыңыз. Сонда менің жаңа видеоларым шыққан кезде көрініп тұрады. Ең алдыменен біз жұмыртқамызды және де қантымызды, тұзымызды салып аламыз. Мөлшерлерін описание бөліміне тастап кетемін. Сол жерден қарасаңыздар болады. Осылай қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерісе болды, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң айранымызды құямыз. Менде ашып кеткен айран, және ұнымызды еліктен өткізіп аламыз міндетті түрде. Осылай жақсылап араластырып аламыз, комочкаларын қалмайтындай. Тез-тезден осылай араластырып аламыз. Енді ыстық суымызды, кәдімгі қайнаған ыстық суымызды аз-аздан құйып араластырып тұрамыз. Егер де сіздер сұйықтау болып кетсе, кішкене ұн қоссаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Ал егер қоюлау болып кетсе, онда суды тағы да кішкене қоссаңыздар болады. Енді сұйық майымызды құйып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Табамызды қыздырып қоямыз және пісіруді бастаймыз. Орташа отта пісіріп аламыз. Бұл блинчикте сүттегідей тез бірден аударылмайды. Кішкене астарын көтеріңкіреп барып аударсаңыздар болады. Айраннан жасалғандықтан кішкене қолдың көмегі, ненің жаңағыдай біздің лопаткамыздың көмегі керек болады. Ал сүтпен жасаған кезде кәдімгідей еркін қолыңмен аудара беретінмін. Осылай екі жағында пісіріп алатын боламыз. Қараңыздар, күшті болып шықты. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Менде шамамен 20 штуктай шықты. Өте дәмді болып шықты. Сіздер өздерінің мөлшерлеріңізге қарай жасайсыздар. Мінекей менде дайын болды. Қараңыздар, өте жұмсақ, әрі жұқа болып шықты. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де әр апта сайын 2-3 рецепттен салып отыратын боламын. Қолжетімді рецепттер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған аспаз келін.